Қыпшақбай Матмұратов Кербембес романы. Қауындер Бердақ атындағы Қарақалпақ мемлекеттік академиялық музыкалы театры. Ашылсын балам бақтыңыз, болмағайсыз біздердей. Жиен жырау. Пролог. Ақшолпан! Арухан! Ақшолпан! Арухан! Ат тұяқлары тақатақ, тақатуқ, тақатуқ. Адамлар қара тер қан сорпа, атлар қара тер қара су. Адамлар қара тер қан. Атлар қара су, тұла беденнің бәрі қан. Қылышлар шақа-шақ, шуқа-шуқ, та бір-біріне қайрап атырғандай шақ-шақ. Қарағай саплы көк найзалар тақ-туқ, тақ-тақ. Га қос өкпенің тұсынан, га жаурыннан сүңгіп баратыр. Жарқылдаған қылышлар оқ жыландай ыс-ыс етеді. Бөріклер менен қалпақлар жұмалап баратыр. Бөріклер менен қалпақлар өздігінен тегін жұмалап баратырған жоқ. Ішінде бас кетіп баратыр. Бас. Бөріклер менен қалпақлардың ішінде қарақалпақлардың басы баратыр. Бір шыбын жаны баратыр. Ақшолпан! Арухан! Жан халатындағы бұл ұран, бұл қайғырықларға еш жерден саза жоқ. Сазаның барлығы өледене болып, ат сауырсында баратыр. Бастары мәзі бір мүше боп, гәсінің көздері ашудан шапнауы менен, біреулерінің тіслері ақшайып, қайралуы менен, телпек менен қалпақлардың ішінде жатыр. Бұлар қарақалпақлар. 1743 жыл. Бұл жыл Сырдарияның төменін мәканлап жасап атырған Қарақалпақ қалқы үшін қаралы жыл болды. Себебі ел билеген билерінің аузы бір емес еді. Бірліктің жоқлығын, биліктің жоқлығын бұрыннан сезіп біліп жүрген қазақтың кіші жүзінің қаны Абылқайыр хан шауып, елдің аузы басын даладай қан етіп, Қарақалпақ қалқын қан жосытты. Қанша Ақшолпанлап, Аруханлап ұран таслап қиғырғаны, жан далбасқа салып, дұшпанға қарсы шапқаны менен болмады. Бірліксіз ел, бірліксізлігіне барып, халық ата жұрты Түркістанды таслап, 4 таманға бөлініп көшті. Олар яратқаннан баспана тілеп, біреулері Қашқадария, Сұрхан бойына, біреулері Самарқанд, Бұхара әмірлігіне, біреулері Ташкент, Ферғана даласына рауана болды. Ал қалған әш аптадалары Арал теңізі жағаларына жол алды. Қарақалпақ қалқы қазан толып піс ас еді. Сол бір қазан астан жылтпадая қалды. Басқасын дұшпан жалап жұқлап кетті. Қалған жылтпалар біздерді де бір зорлар келіп, ғылқ еткізер деп басларының ғамын ойлап, посуға мәжбүр болды. Ел посты. Ата жұрты Түркістанға қарай, көзлерінің жастары сөтілген моншақтай жұмалап, жылай-жылай кетіп баратыр. Посып баратыр. Ата жұрты Түркістанда шаңырағы ортасына түскен үй, пысқыған қарабақанлар, отларына су құйылған ошақ, күлі көкке суырылған азаматлар қалды. Міне, осы посқан елдің ішінде елден ерекше 2 ғана адам бар. Екеуінің де қоллары бос емес. Біреуінің қолында қабақ, екіншісінің қолында қобыз. Қабақлысы сақалы омырауына түскен ғарры, бұның кім екенін ешкім білмейді.
Тек тіллері таңлайларына тығылып, шөлден талқысып баратырғанда, қабақлы қарының ауызларына қабақ пенен су тамызып атырғанын сезеді. Хушна келген соң, әр қайсысы өзлерінің алла ярылғасының айтып, қабақлы ата деп қабарласады. Екіншісі қобызылсы. Бұны бұрыннан өзлерінің қоңыслас отырған ауыл аймағы, бұл өзіміздің жиен ғой, ана амаллықтың ұлы ше, деп тани қоймаса, бұл да елі бүткіл елге аты жайла қоймаған. Себебі елі жас нәуше жігіт. Бұл да посқан елді аралап жүрді. Бірақ қабақлы атадай өрден ыққа, ықтан өрге қарай шауып, ешкімнің басын сүйемеді. Қамқорсыз өлгелердің топырақ пенен бетін жауып кетейін демейді. Шөлден талғанлардың ауызларына су тамызуға қолында қабақ емес, қобыз. Бірақ жігіттің кеуілінде бір зерде бар. Өзі неше күнлік сегбірден харып талып зорға кетірса да, сол бір зерде, сол бір ой кеуілханасын жарып жіберердей дәрежеде жүрегінде ат ойнатып, қанасына сыймайды. Міне, ол әзірше сол тақылетте кетір. Жүрегінде мың сан екі ат дүбірлеп кісінеді. Тек қанасын жарып кете алмай тұр. Егер жарып кете қойса, жер жәхәнге сыймай жақ. Мә балам, тамағыңды хөллеп ал, деп қабақлы ата оған қабағын тұтты. Жүрегіңді жалға, деп тарақтай нан берді. Жиен қабақлы атаға сен қайдан келдің, кім сен демеді. Берген нанын алып қойнына салды. Қабағынан бір жұтым су ішіп, иесіне қайтарып берді. Балам, деп қабақлы ата разы кейіпте жиеннің ойлы жүзлеріне тігілді. Енді сен ашта болмайсаң, шөллемейсең де, қой ойлағанды. Білемен, мына халықтың тағдыры бауырыңды кеміріп, жегідей жеп баратыр. Не шара, жазмыштан озмыш жоқ. Натық болма, оның орнына беліңді беккен буда жырла. Нені дейсең бе? Мына халқыңның тағдырын посқан елді жырла. Қане басла. Сен еле атақлы жырау, халқыңның шайыры боласаң. Ава, халқыңның сүйіклі шайыры боласаң. Ата жиеннің жауырынынан қақты да, посқан елге араласып, көзден қайып болды. Жиеннің жүрегі өз-өзінен бірден әуліріп, оның айтқан сөздері құлағында жаңғыра берді. Сен атақлы жырау, халқыңның сүйген шайыры боласаң. Қане, жырла, посқан елді жырла. Жиен ойланып тұр. Оның ойлы, тұңғиық көздері кем-кемнен алысып, қыжлаған шоқтай, кем-кемнен жанып баратырғандай, лаулап баратырғандай. Ол ұшажақ қырандай бірден дүр сүлкінді де, бірден шеп қолындағы қобызын шалуға бейімнестірді. Оң қолындағы тартқысы менен қобызын ырғып жіберді. Қобыздың қайтқан ғаздай зарлы сесті сес семір көсіліп атырған өлі сахраны жаңғыртып, тірілтіп жібергендей болды. Енді қобыздың зарлы сесіне өңеште жарып жіберерліктей дәрежеде екі иіні солқылдап, қой күбі маңырап, ботадай бозлап, толған жыраудың бәлен лапызы қосылды. Ей, жаратқан, біреу барай! Жиен толғауын яратқанға сыйынудан баслап, бір қайтарып алды да, әстелік менен адымлап қобызын зарлатып жүре берді. Посқан ел, әш аптада, арып талған, шерне асы, киерне киімі, мінерне көлігі жоқ. Киімі бар дегелердің үсті алба-далба, пәлек арқалағандай. Кімсі ярым жалаңаш, біреулері аштан құласа, біреулері ісіп кеуіп өліп атырған. Бірақ олардың бетін жауып, топыраққа араластырып кетіп атырғанлар нәкан саяқ. Себебі тірлердің өзлерінің белінде мәдәт, тізесінде қуат жоқ.
Тек зорға тікейіп, бір-біріне сүйенсіп, ырғаңласып, зорға баратыр. Міне жиен ұсаламанның арасы менен қобызын зарлатып киятыр. Әне енді толғауға басты. Ата жұрты әй Түркістан, онда да паян етпеді. Өлгенге қайта тірілмек бар ма? Жыраудың мына толғауын есткен, көкірегінде жаны бар тірілері жерден басларын қақайтып, өңменін көтерісті. Бір-біріне сүйенсіп, діңке дымары құрып, дігірманның тартқышындай ырғаңласып киятырғалары қадділерін дүзесіп, жыраудың толғауына құлақларын түрсіп, жыраудан қалмауға, оған жетіп жүруге тырысты. Ұсаламанның арасы менен жиен жырлап келе берді. Қарақалпақ босқан ел, Хорезмге жетуге, әммелері буды бел, ата жұрты Түркістан, өмірлік жайлау болмады. Ау, жырау өзлерімізді айтып баратыр ғой, десіп, діңкесі барлары жүріп, діңкесі жоқлары төрт аяқлап, жырауға еру менен болды. Түркістаннан шыққалы 8 күн өтті арадан, өлді 340 адам, жолдың бойы құры емес, құшақласқан өліктен көргенде құйқан жуылайды. Деп жырау босқан елдің арасында өзі көзі менен көріп, кеулі менен сезгелерін жырлап келе берді. Бұл әш аптада халыққа қап толы дән, қазан толы ас болмаса да, рухи азық еді. Міне, осы жүріспенен олардың неше ай, неше күн жүргенін тек бір яратқан біледі. Бары жоқ, азық түлігі де ата жұрты Түркістаннан шыққаннан ақ таусылған. Бір шыбын жаны үшін адам не жемейді? Түйеден басқа ешбір мал татып алмайтұғын өсімлік қарабарақ. Қарабарақлы жерге келгенде олар қойдай жайылып, шехинесі барлар шехинесіне, қалтасы барлар қалтасына, гәсі етеклеріне, тағы біреулері өздерінің бар ыдысларына тыққышлап толтырып, қарабарақтың бүршігін теріп сала берді. Соңынан терген бүршіклерін күнге жайып, түйіп алуға келісі хайран болып тұрма. Алақаны менен уқалап, қарабарақтың тұқымын алып, гәсін нән етіп жесе, гәсі солайын ақ ауызларына салып, жалмап талшық етті. Халық ата жұрты Түркістаннан айырылды. Бір аршын бөзге таласқан күндес қатылылардай бірліксіз билері сол бір аршын бөздің әр қайсысы бір жұллығын алып, әр жаққа кетті. Бұл киятырған қарақалпақ босқан ел, сол бір аршын бөздің бұл да бір жұлығы. Ниетіміз Хорезм шұқыры деп өздері үшін мәкан, келешек әулат үшін отан іздеп баратыр. Қарабарақ жеу туы қан жұтып зәһәр ішуге бар. Бірақ ниетлері осы. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзлетуын бәһәр айлары хамал өтіп, сәуір айы жарыдан ауды. Сәуір болмай тәуір болмас дегендей сахраның жабайы жеміслері, үстілмек, көсік, геуреклер шықты. Посқан ел қойдай жайылып, ұсы жеміслерді жеп, көгін алып кете берді. Солай етіп кете береміз ғой деп көп қуанып кетті ме, сәуір өтіп, жауза айы жарыға жақылағанда, посқан ел қызыл қия шөлге шықты. Еспе құмды еспелеп, гәсі ентелеп, гәсі еңбеклеп киятыр. Бұндай жерді бабалы көрсін дегісі келеді біреулерінің. Қой, әмемізде ұсындай жерден біна болғанбыз. Анамыз жер ғой деп, ана жерге тіл тигізуден қорқады. Әммесінің де өзегі талды. Бұл жерде созақ пенен жантақтан басқа бір гия болсеш. Ербейскен оларға қалай ауыз салсын? Жас созақ сексеуілдің жапырағын жалмап, шақаларын шайнап көріп еді, яқ, зәһәр бұндай болмас. Ұсашлықтың зардамынан жүре алғалар жүріп, еңбеклеуге шамасы келгендер еңбеклеп баратыр. Өлгелері өліп қалып атыр. Атаға бала, балаға ата қарамайды.
шөл менен ашлық барлығын құртқан. Ақылды билер сана, сананы билер ақыл жоқ. Анасы менен қызы бір-біріне қарасып тұрады да, бірін-бірі танымайды. Барлығы да мәңгүр. Міне, ұсып осқан елдің ата жұрттан айырылып, қанатынан қайырылып, аш, аптадалықтан сулаған елдің арасында қобызын құшақлау менен зіңірейіп, жиен жырау тұр. Жыраудың көздерінде жас, жүрегінде дақ. Бірақ ол елі мәңгүрлікке жете қоймаған. Тізелері қалтырап тұр. Зорға тұрса да ол мына сулай батырғалардың арасында бір бәйтерекке мегзер еді. Бәйтерек те құлар ма? Я құлар мекен, я сынар мекен? Ол қозғалды, теңселді. Ой, құлай жақ. Әне, осы уақытлары баяғы ата жұрты Түркістаннан шығарда посқан елді Хорезмге бағдырлап, жиенді жыраушылық жолға салған қабақлы ғарры келді. Шаршадың ба, балам? Харып талдың ба, тарланым? Жырауым, деп ғарры жиен жырауды сүйеді. Қабақлата, жыраудың көздерінен жас мөлт етіп сулай батырғаларды назерледі. Бұлар адам шаршатқандай хадисе емес пе? Мынадан мейірімін қанғанша ішіп, шөліңді қандырып ал, балам, деп қабақлата жиенге қабағын тұтты. Жырау мейірі қанғанша су ішті. Енді жүрек жалғап ал, балам, деп ғарры қойыннан тарақтай нан алып берді. Жиен нанды қос қоллап алып, 3 мәрте маңлайына тигізіп, 3 мәрте сүйді. Я Раббым, нанға да жетер күнлер бар екен ғой. Жеткергеніңе шүкір. Бісмилла, деп наннан сындырып аузына салды. Көптен берлі нанға тісі тимеген жиен нанның дәмін алып асықпай шайнады. Нанның дәмі, нанның иісі жырау жүрегінде аса бір мұхаббатты, дәртті оятып, оның көзінен бір тамшы жасты жылт еткізді. Өлген адамлардың әр қайсысына еш болмаса ұсындайдан нан болғанда, олар тірі қалар еді-ау. Жиеннің аузынан жалын шыққандай болды. Ал жиен жырау, жүрек жалғаған болсаң, онда менің ізіме ер. Ана төбенің басына шығамыз, деп қабақлата арқа тарапындегі ең биік төбені көрсетіп, қолын шошайтты. Төбенің басында не бар, ата? Жүре бер, мәканыңды көрсетемен. Жүре бер, мәканыңды көрсетемен? Таңланғаннан жыраудың көздері дөңгеленіп сала берді. Ол қай мәкан? Расақ жеткеніміз бе? Қабақлата, қабағы сылқылдап үнсіз жүре берді. Жиен жүрегі қанасына сыймай баратыр. Жарылып кете жақ. Жарылып. Олар еспеқұмды еспелеп біраз жүрді де төбеге жақылласты. Алдында қабақлы ата құмға өрмелеп төбеге шыға бастады. Ізінде жиен жырау. Қабақлы ата сол өрмелеу менен төбенің ұша басына шықты. Төбе жүдә биік болғанлықтан басы самал тартып, Қабақлы атаның омырауын жапқан сақалын тоғанақлап, қақ айырып тұр. Өрмеле, жырау, өрмеле, деп Қабақлы ата тоғанақлап қақ айырылған сақалын салалап күліп тұрды. Міне, бұл сенің посқан елдің жаңа маканы. Көгалай, көк теңіз, теңіз. Ауа, бұл арал теңізі. Ана тұста, деп қолын шошайтты қар. Тербенбес деген атау бар. Арқасы теңіз, құбыласы қыр. Қале балық же, қале диқаншылық етіп, мал бақ. Жиен жыраудың көздері қуаныштан лық етіп жасқа толды. Сесін шығарса өкіріп жібере жақтай.
Сондықтан ол іштен тіленді. Ей құдіреті күшлі Құдай тала, Қарақалпақ босқан ел, бір тұтас ел едік. Бұл құрылым жеткергеніңе шүкір, бергеніңе шүкір. Су өзің берген тербенбесте қалқымның бақты қайтып, тербенбегей, бақтысын бағай. Жыраудың ойын оқып тұрғандай, Қабақлы ата да тілек айтты. Ал жырау, жаңа макан құтлы болсын. Су маканда бақтыңыз ешқашан тербенбегей. Әумин Қабақлы ата, айтқаныңыз келсін. Жиен жырау атаны қабақ сабағыменен қапсырақ құшақлап, бауырына басып, көзде жасы моншақлап, мінедаршылық, перзентлік мехір мұхаббат бенен сүйе берді. Оның қуанышында шек жоқ. Ол теңіз тәрепке тағы қарады. Көкірегі қақ айырылып, көксін керіп тұр. Жыраудың қалбінде тек қана бір тілек. Ей құдіретлі күшлі жан ием, бергеніңнің алды болғай, қалқымды қайтып жылатпағайсаң. Артына айланып қараса, Қабақлы ата су беріп қалықты тұрғызып жүр екен. Әне осы бір мәуірітте теңіз тәрептен алтынның қияғындай бір ұшқын ұшып келіп, жиеннің жүрегіне ұрды да оны ғыз жеткізді. Жырау тап жын ұрғандай бірден жұлқынды. Бұны өшірмеу керек, сөндірмеу керек. Бұл ұшқын тұтансын, жансын, лауласын, жалыны бүткіл әлемге жылылық берсін. Жырау қабынан қобызын суырып алды да қайтқан газдай қаңқылдатты. Посқан ел шұбырып барадыр. Алдында Қабақлы ата бағдары тербенбес. Жырау әруандай азнап, ботадай бозлап толғап тұр. Жырау жылап тұрған жоқ. Жырау жырлап тұр. Посқан ел сол кетістен кетіп, тербенбеске мәкан басты. 18 ғасырдың ақырында Хиуаның ханы Мұхаммед Амин Инақтан арнаулы рұқсат алып рәсмилестіріп, тербенбесті көкөзек бойлары менен теңіз жағалауларын басы байлы мәкан етіп алды. Посқан елден не сән болсын, тек көкіректе шықпаған бір жан. Бар Алладан тілегі, келешектен үмітлері бар. Себебі олар дөгерегіне қарайды. Қараса, арқасы көгалай көк теңіз, құбыласы көсіліп атырған дала. Даласында қыздың ләбіндей дөніп тұратұғын қып-қызыл геурек, бұл да зып берсіп қырғаулары аяғының астынан дүрлеп ұшып, дәстебінде қорқытқаны менен соңынан сүйсіндіреді. Жерлері ерманы жыңғылы, саясы самал шақырып ырғалысқан, әукейген торанғылы жыс тоғай. Тоғайындағы сағал қасқырлары ұлсып, жолбарыстары ақырып, жүрегіңді жарады. Көллері нар қамыслы, сулары тулаған балыққа толы. Аспаны азан, қазан, неше түрлі сан-санақсыз ұшқан құстан күн көрінбейді. Бірақ олардың еш қайсысы да өздігінен келіп, я қазанға, я қапқа түсті.